құрметті желі қолданушылары және кітапсүйер қауым. Сіздердің назарларыңызға Мәди Айымбетовтың «Қара шаңырақ» атты әңгімесін назарларыңызға ұсынамын. Көз алдың өзгермейтін бәз баяғы бір көрініс, дөңес-дөңес төбе қырлар, тіркесіп ұбақ-шұбақ кетіп жатыр. Солардың арасындағы бір кеңісте отырған үш киіз үй біздің ауыл. Ортадағы Сәрсет көкемнің үйі, артизан құдығы жанындағы оның көмекші шопаны Оршаныкі, ал бергісі біздің үй. Сәрсет көкем осы дөңгелдегі жайлауға күз түскенше отыруға атам мен әжемді орталықтағы үйден бөліп көшіріп әкелді. Мен де оларға ілесіп келдім. Жігіт болып қалған адамсың, қойға көмектесерсің, деді көкем. Сәрсет көкем менің әкемнің ағасы. Сондықтан оның айтқаны, ойға алған ісі екі үйіміз үшін де бұлжымайтын заң. Бәтиса жеңешем орталықта тұратын біздің үйді Қара шаңырақ деп атайды, ал әкемді мұғалім деп мамандығымен атаған. Әжемнің маған түсіндіруінше Қара шаңырақ аталуымыздың басты себебі атам екеуінің бізбен бірге тұратындығынан екен. Әжем жаулығының ұшымен көзінің жасын сүртіп тұрып, «Қасиетіңнен айналайын Қара шаңырақ» деп күмбірлейді. Мен Нұрғалымға енді жеңісті, масатты кейіппен қараймын. Көрдің бе, Санат ағам келіншегін біздің үйге әкеле жатыр. Той біздікінде болады деп қуанып жар салады. Қаламгер Мәди Айымбетовтың «Қара шаңырақ» әңгімесінің негізгі идеясы ата-бабалар қонысы, атамекен ата-жұрты туралы әңгімеленсе, екінші тұрғыдан ата-әже, немере, ақырым қатынастағы табиғи жалғастық, мейірім, сезім жылылығын алға тартады.